Так, сәлем достар, көрермендер, подписчиктер. Бүгінгі ойынымызды бастаймыз. Бүгінгі ойынымыз так, сіздермен Мерфидзін. Бүгінгі ойынымыз Криминал Россия Roleplay серверінде жүреді. Именно бірінші серверінде. Так, біз ойынымызды бүгінгі серверде, бүгінгі сериясында. Я болдыңар, айыржы. Так, бүгінгі сериямызда, в общем, кеттік кетейік жақсы. Так, бүгінгі серияда жұмыстарды қараймыз. Қызық болса лайк басыңдар, ұнамаса дизлайк. Обязательно подписываться етіңдер. Так, куда дейді? Так, бүгін жұмыстарды қарайық. Так, егер мен уже бастап ойнап қойдым мына ойында. Так, менде уже право алып алдым, телефон номер и бәрін алдым солардың. Қазір біз Шахтер Арзамасқа барайық, сонда жұмыс жасап қараймыз. Так, Шахтер Арзамас. Я от шешенді отырып, кетіп жүршен, сен бұл жүршеш. Он спортсмен. В общем, так, Шахтер Арзамас деген сияқты дым, не қатесіп тұр ма? Так, достар, бүгін бұл ойында мына именно осы серверде бәрі орысша андаймен жасалған. Менде модпак салынған, что машиналар бәрі өзгертілген. Егер керек болып жатса, комментарий жазыңдар, мен сіздерге ссылкасын жіберем. Так, біз бұл серияда екі жұмысты қараймыз. Біріншісі погрузчик, бағана Шахтер Арзамас, екіншісі қазір товарымыз, екіншіміз. Так, бұл серверде мен дейтін өтірік айтып тұрсам, 3 күн болды ойнағаныма. 3 күн болған енді. 2 сағаттан 1 сағаттан бөліп ойнадым. Уақытым болған уақыттарда. Мен өзім негізі орысша түсірдім бұл летсплейді, бірақ енді қазақ болғанша да қазақша түсірейін. Может, сіздерге ұнап қалар деген үмітпен түсіріп жатырмын. Ұнап жатса лайк басыңдар, комментарийға жазыңдар, что ұнады деп. Так, біз қазір Шахтер Арзамас жұмысына барамыз, қараймыз бұл ойында. Так, бірінші уровендағыларға жұмыс бар, бірақ қызық емес та, өздерін көріп тұрғанда Шахтер Арзамас, басына жұмыстар кілең просто жүретін. Мен екінші уровенға жеткеннен кейін, егер мен такси болып жүргенде, или водитель автобус болып жүрген жұмыс жасағандарын қараларың келсе, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, что екінші түсірші деп, вот поправить антыңдер, түсірем. Так, елеп кетіп батырық енді. Әңгіме жоқ екен, мына жігітке Джон ба? Джон, әйтеуір апарып жоқ, бесплатно болса да әйтеуір апарып жатыр. Так, сразу айтайын, маған провал болды мен бұл ойында. Кейбір жерлерде орысша сөйлеп қою мүмкін, айып етпеңіздер. Енді өзім қазақшада, орысшада араластырып сөйлеймін негізі. Мен барынша қазақшамен сөйлеп жатырмын қазір. Қараңыздар, күліңіздер күлетін жеріне. Мен сол сіздер үшін түсіріп жатырмын бұл видеоны, қарайсыздар, күлесіздер өздеріңіз. Так, қазір бұл күн кетіп батырық. И анасы жарты жылда тұр ма, нақып тұр ма? Сосын екіншіден боқтаған жерлерінде айып етпеңіздер. Кейбір жерлерінде шығып қалай жүретін вообще? Шығып қалып жатыр. Сосын бұл ойында ақша жағы жеңілдеу басқа серверлерге қарағанда. Бұл серверлерде ойнап жүргендер болса, комментарий жазыңдар, ойнағылар келетін болса, сіздер жазыңыздар, что мен сіздерге қайдан жазу керек, қалай жазу керек, бәрін түсіндірем. Менің скайпым, ВКонтакте, паблик бәрін астына тастайым, сілтемесін. Так, сосын бұл ойында именно осы серверде по идее правиламен жүреді. Қызылға тоқтайды, жасылға жүреді, негізі, бірақ водитель айыптады, қарамайтын сияқты оған. Жақсы жалғастырамыз. Так, біз де көреміз, может быть, машина алғаннан кейін қалай жүреміз мына серверде. Так, қазір түн болған жерде адам аз өте, күндіз 500 адамға дейін ойнайды, максимальный 500 адам өзінде. Қайдалып батыр, біз түсініп жоқ мәше. Так, GPS подработки Шахтер Арзамас. Вроде алып батыр мен сол жаққа. Жол үйлердің арасымен соған тезірек апарайын дегені бар енді.
Так бұл серверде негізі көбіне орыстар ойнайды. Өздерің байқап отқан боларсыңдар, көбіне орыстар. Сервердің өзі орыстар жасаған, орыс жігіттер. Осы жақында ашқан сияқты осы серверді. Осы жақында болғанда где-то жарты жыл, бір жылдай болып қалған бар көптегенде. Тоқта шеш. Мына жерден кіру болады екен ғой. Так, жігіттер, мына жұмысты бастаймыз біздер. Скажем ему спасибо. Рахмет айтайық оған. Так, спасибо. Большой. Емді көттім. В общем, Джонға видеоны көріп атсаң, енді қазақша түсініп атсаң, рахмет саған. Мен де көмегім тиер. Так, бұл жұмыс... Так, бірдеңе деп жазды ғой негізі. Так, NGK дейді. Только работу убрали. Мен жұмысты алып тастаған ба, мына жұмысты? Так, күте тұрдейік оған қарап шығайық шамалы. Егер жұмыс жоқ болса, онда басқа жерге кетіп, басқа жұмыс қылайық, оны мына жұмысты істейміз. Қазір сұрайық, күтем екен. Ту оставили. Ну, видишь, нет. Так. Где нас? Так, осыдан қай жұмыс қарамыз қазір қарайық, подработки. Так, грузчик на карьереге барайық та, бульдозеристі қарадым мен. Обработка дерева қарадым, сборщик оружия қарадым. Так, грузчик на карьереге барып көрейік қазір. Так. Довезу туда. Ана жерге апарайын деп тұрмын, чекпоинт тұрған жер. Сол жерден қарайық. Сосын екінші жұмысқа кетерміз десешті. Мында вход на работу дейді. Бар мында. Вроде жұмыс басталған сияқты. О, жұмыс басталды ғой. Так, анау кетіп қалды ма не? Джон. Что подвез? Так, біз оған пока ақша бере алмаймыз. Это да, но грузчики убрали. Ну ладно, грузчик маңыз. Бір қалай жүретін олар деген әңгіме. В общем, рахмет. Қазір так ойын жалғастырамыз. Так, вот это не аламыз. Сначала переодень. Вот, мына жерден киінеткенбіз біздер. О, сай киін алдық. Так. Қолымызға бірден алдық. О, бауыр қалай. Так. Давай, айдейік. Так, бұл жұмысты шамалы жасайық, сосын екінші жұмысқа барармыз, бағана айтады. Грузчик на карьере ма, соған барайық. Так, біз 30 килограмм руды әкелдік. Шығында шылдан болар. Жұмыстандырған да, прикол. Погнали. В общем, жігіттер көріп тұрсыңдар, мұнда 30 килограмм руды қазір әкелдік біз. 45 килограмм, в общем 75 килограмм болды, соған қанша ақша беретінін қарайық. Сосын келдім. Я не понял. Түсінбедім. Сырттан барып алатын болып тұр ақшаны. Той, кейін қайтып шешіп беріп. Так, сырттан барып қарайық, қанша ақша беретін. Нормально берсе, осыдан шамал. Көрдіңдер ме, уже шамал 2 тасығанға 150 рубль алдық. Көрді, нормально. Нормально ақша көрді ойында. Бұнда көп заттар арзан бұл серверде. Бірінші кейін еткеніміз айтпақшы. Егер мен басқа ойын түсіргенімді қаласаңдар комментарий жазыңдар, түсірем. Любой ойынды. Любой ойын болған енді бесплатно ойындар түсірем. GTA 5, GTA 4, Самплер, криминальный Россия ролеплей, именно осы жерден айтқан. Басқа да инди хоррор ойындар, әртүрлі ойындар бар ғой енді. Любой ойынға түсірем. Егер соны түсірген жаңадан шығып жатқан ойындарды түсірем.
егер соларға түсіргенімді қаласаңыздар комментарий жазыңыздар, түсіремін бәрін, көрсетемін. Так, жалғастырайық. Так, давай. Продам автомобиль марки Lada Priora. Мен енді өзім планда осы ойын ішінде Lada Priora машинасын алғым келеді. Себебі өзім шын өмірде өзімде де Lada Priora машинам бар. Мен қазір өзім отпускыдамын. Сол себепті ойын түсіріп жатырмын бәріңе. Енді өзім де осы кезінде көп ойнадым осы Сампурканы. Кішкентай кезім болғанда сол 17, 18, 15, 14 жастарда көп ойнадым мен де. Сол себепті как хоббиім сияқты болып қалды өзімнің, осыны ойнағанды қызық көремін. Так. Қазір 1 минут күте тұрыңдар жігіттер. Так, мен келдім, жалғастырайық. Так, осыдан 1-2 рет тасып тастайық, сосын екінші жұмысқа барайық. Маған да негізі шыны керек, ойынның өзіне осындай жұмыстар өте ұнамайды ма. Бірақ енді мынада адамдар болғасын, сіздермен сөйлесіп отырғасын шамалы қызықтау болады. Былай өзің жүргенде ойнағың келмейді бұл ойынды. Так, ол жарайды осы. Рахмет. Киімімізді шешейік. Далаға шығайық. Жұмыстан шығайық та ақшамызды алайық. Так, скутер. Міне алмаймын бұны. Бұл жерде сол былай болғанда әрбір адам өзі арендовать етіп алады. Сол арендовать етіп алған адам болды, басқадан міне алмайды. Какой-то өзінің уақыты бар, уақытынан кейін қайтадан бағана алып алған мопеді қайтадан орнына түседі, содан бастап қайтадан адамдар ала алады. Так, бағана жігіттің нөмірі қалай екен, соны қайтып сөйтіп қарай көреді. Может бізді апарып тастар. Джон Сноу дейді. Так. Шығып кеткен болды ойыннан. В общем, жігіттер шығып кеткен ол. Так, екінші жұмысымызды қарайық. Так, подработки. Біз қазір шахтер арзамас жұмыстан шығып келе жатырмыз. Грузчик на карьере. Бұл да бұл жерде екен ғой. Грузчик на карьере. Жігіттер бұл жерде көргенде, өздерің көріп тұрғандай бұл жерде грузчик на карьере жұмысын алып тастаған. Может, ол да қызық болады. Так, енді сіздерге онда сборщик оружия көрсетейін. Так, өздері көргенде скутер бағана тұрады андай жерде, алып арендовать етіп айдеуірлеріңе болады. Бұл себепті пока енді право алып машина алғанша. Мұнда машина право алатынсаңдар бірінші уровеньден бастап, қазір мен сияқты машинаны 3000 рубльге машина арендовать етулеріңе болады. Так, жолды қысқартып барып көрейік барынша. Мына жер қоршалған ба, бір бейне болып қойды. Онысы не істейді мынау? Че-то менде ойын лагать етіп тұр қазір. Не екен өзім түсіне алмай отырмын. Бірақ ондай қатты емес сияқты негізі. Так, осы серверде арғай түсіре бергенді қаласаңдар, лайк басыңдар. Ойын бара-бара өте қызықты болады деген үміттемін. Так. О, вроде келдік мына жұмыс. Жоқ, не көп мынау. Тұғына бюро помощь. Мұнан ең бірінші именно осы ойынға бастап кіргенде осы бюро помощь новичкамға барып, что мына ойынна именно осы ойында, осы серверде не істеуге болады, қалай, в общем, сервердің андай мағынасын түсінуге болады сол арқылы. Егер соны мен түсіргенді қаласаңдар тағы да лайк комментарийға жазыңдар, түсірем. Просто бастап ойнап қойдым да, бұл серверді қайттан түсіндіріп анткен жоқ па. Егер соны түсіндіргенді қаласаңдар, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар, что түсіндірші. Түсірем, көрсетем, бәрін түгелде қайттан бастағанда не істеу керек, қалай бастау керек, қай жерге бару керек. Так, негізі көп сөйлемеймін, бірақ енді түсіндіріп жатқаным барымша. Так, ары қарай жұмысқа жалғастырайық. Негізі бұл сервердің андай жермен жүруге болмайды. Бұл именно осы серверде бұл үшін админдар сені банить етеді. Банить етеді деген, что ойынға кіре алмайсың содан кейін. Так, сол себепті бұл көп адам ойнап жатқан уақыттарда, сол уақытта осындай жолмен жүрмеулерін сұраймын. Себебі бұл жүргенде емес жоқ, қызық соғып кетеді да, көп адам ойнаған кезде мына жолды. Мұнда көбінесе сол бағана правиламен жүреді, қызылға тоқтайды, кешіріңіздер, жасылға тоқтайды.
сәт жолдың бәрін жауып тастаған ба ана? Так, былай шығайық онда жігіттер. Ай, бак десең бак қой. Так, жігіттер, маған мостқа міну керек маған. Вообще-то мостқа міну керек негізі. Так, жігіттер, көрейік. Мына жерден кірсек кіреді. Алдын көтеріп. О, кіреткен мына жерден, нормально. Ой. Так, жігіттер, ағай жұмыс что-то алыс сияқты, картадан қарайын қазір. Так. Мұна бұл қалады да, мен тіке жарып шығуым керек қой. Жақсы, мына осы мост өтіп кетті ма? Сосын бұл ойында көбіне түнде камаздар, дальнобойщиктер жүреді, бағанағыдай көріп тұрғандарындай. Солай. Бұл криминальный Россия деп аталған жерде бұл жерде көбі как Москва Россияға қарап жасалған. Көп болғанда почти сол Россияға қарап жасалған ғой бұл ойын негізі. Қарап отырсаңда бәрі российский машина көбі. Иномарочный машиналар да бар. Ойын зависать етіп тұрмайды, маған солай көрініп тұрма. Так, бұл ана мостқа мінейік. Так, су арқылы біз өте алмаймыз, себебі опять суда алып қояды, сосын ары қарай жаяу жүру керек болады, ол тағы жабақ қалады. Осы жерден мостқа мінейік. Мен өзім, сосын айтпақшы айтарым, егер біреулердің сампырпада ойнайтын болсаңда миллион беріп сыйлыққа берем мен. Где-то 100 адам жиналғаннан кейін, содан 3 күн 4 күн алып, сол күн бастап бәрін подписывать етіндер, репост жасайды, содан кейін барып іштерінен біреуін алынады, соған миллион беріп те өзім подарить етем. Әрине бұл кәдімгі осыны видео түсіріліп беріледі, чтобы өтірік болмау үшін, бағана программамен де сол. Енді сенбеймін десеңдер қарайсыңдар, бірақ енді өзім летсплей түсіріп отқан жерде мен рисковать етпеймін ғой ондай. Сосын маған миллион беріп керек те емес. Ол жерде мен көп ойнамаймын. Ол жерде көп ойнамаймын, мен сол себеп маған негізі керек емес. Енді ойна деп сол андай деп түсірші десең, түсірем видеоны, түсірші десеңіздер, то есть түсірем видеоны, сонда да қызық болады деп ойлаймын онда да. Солай, любой ойындасың, любой ойынға летсплей түсірем. Так, мен как встречный жақпен жүріп көрдіңіздер, бәрі машина өз жолымен жүреді, встречныймен өз жолымен жүреді. Встречныймен жүруге болмайды, бұнда категорически вообще заң бойынша болмайды бұл ойын ішінде. Басқа серверлердегі емес, басқа серверлерде мысалы жүре бересің ғой, любой жермен, былай жермен де, былай жермен де, именно. Так, жұмысқа келдік. Алдында айтқандай бұл жұмысты мен уже жасадым. Сонда сіздерге көрсетейін. Екі жұмысты көрсетем деп қойдым, сол себеп бір жұмыс ана жерде көрсетіп, мен қап-қараңғы ма не кеткен. Так. Қарым барын. Так, в общем, бұл ойын бастаймыз. Так, ящик аламыз. Мұнда апарамыз, что мұнда автомат жасайды. Мұнда, короче, в общем, мына жұмыс именно түсінігі. Бұны автомат жинап, соны складқа апару ғой, в общем. Так. Бұл менің сосын бірінші видеом, именно осы қазақша летсплей түсіріп жатқан бірінші видеом бұл. Егер де ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бәрін асыға күтем. Друзья жіберіңіздер, добавить етем бәріңді. Бірге ойнағыларың келсе сосын жазыңдар, ойнаймыз бірге. Так. Осылай жұмыс өте қызық емес. Сосын тем более адам жоқ болғасын қызық емес бұл ойынды көп ойнау. Так, осы үшінші ящикті апарып тек, сосын ойынымызды летсплейіміз аяқтармыз. Сіздерге ұнайды деген үміттемін, себебі енді барымша салып түсірдім. Лайк басыңыздар, достарыңызға көрсетіңіздер, репост жасаңыздар, поделиться етіңіздер, подписываться етіңіздер. Мә, тағы ящик апарып түсіріп, содан болды. Мен таза өз жасым 22-де. Енді әңгіме шығып кетер осы жерде. Комментария, что 22-ден әтәнбе жігіт мынандай ойнап отыр деп. Әрине ондай комментарий болады. Білем себебі. Так ойын
аяқтаймыз деген екен. Просто бұл мен хоббим, өзім ұнатам. Сіздерге енді мен просто осыдан 1 жыл бұрын сол айтқам, что летсплей түсіремін обязательно. Жұмыс болды, оқу болды, содан қол болсаған жоқ. Енді отпускідемін, отпускте болсам скоро жұмысқа шығамын, бірақ жұмысқа шықсам да енді сіздерге ұнаса әрине видеоны ары қарай түсіре беремін. Енді ұнайды деген үміттемін, ұнаса ары қарай түсіре беремін. Жұмыстан келген уақыттарында шаршап келсем де енді сіздер ұнайтын болса түсіре беремін ары қарай. Так, осымен бірінші сериямызды аяқтаймыз. Ұнаған болса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк, конечно. Бірақ баспаңыздар. В общем, подписывать етіңіздер, поделить етіңіздер, достарыңызға көрсетіңіздер. Егер екінші серия шыққан қаласаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ал жақсы, қош болыңыздар. Келесі ойында көріскенше.